Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Сабақтың тақырыбы отынның жануы және энергияның бөлінуі. Оқу мақсаттары 8-3-1-1. Заттың жану реакциясының өнімі көбінесе оксид екенін және құрамында көміртек бар отын оттекте жанғанда көмірқышқыл газы, иіс газы немесе көміртек түзілетінін түсіндіру. 8-3-1-2. Парниктік эффектінің себептерін түсіндіру және шешу жолдары. Оқу мақсаттарына жеткізуге бағытталған сұрақтарды талқылаймыз. Отын дегеніміз не? Отын жылу энергиясын алуға қолданылатын жанғыш заттар. Отын жанғанда қандай өнім түзіледі? Кез келген отынды жандырғанда оксидтер түзіледі. Көмір және көміртек отындары жанғанда көмір қышқыл газы, иіс газы және жылу энергиясы алынады. Отын қандай агрегатты күйде болады? Отын агрегаттық күйіне байланысты қатты, сұйық, газ тәрізді. Жаратылысы бойынша табиғи және жасанды отын деп ажыратылады. Жылыжай эффектісі қалай пайда болады? Отынды шамадан тыс пайдалану жылыжай эффектісін тудырады. Жылу эффектісі отынның шамадан көп жану нәтижесінде түзілген көмір қышқыл газ күн энергиясының жер атмосферасында адамзатқа әсер ететін газ қабатын түзеді. Ғалымдардың пайымдауынша 2100 жылдары жер бетінің температурасы 1 градустан 5 градусқа жоғарылап, мұхит деңгейі көтерілуі мүмкін. Әлемдік климатқа үлкен өзгеріс әкелуі мүмкін. Сондықтан адамзат осы мәселеге қатты алаңдаулы. Осыған байланысты қайта қалпына келетін энергия көздері, жел, күн, су, сарқылмас энергия көзіне көшуге ниетті. Бұл келелі мәселелерді шешуге 2017 жылы Астана қаласында 10 маусым мен 10 қыркүйек аралығында өткен әлемдік экспоның маңызы зор. Бірінші тапсырма – отынның түрлерін сәйкестендіру. Отын агрегаттық күйіне байланысты үшке бөлінеді. Қатты, сұйық, газ тәрізді. Отынды сәйкестендіреміз агрегаттық күйіне байланысты. Дәптерге орындаймыз. Жақсы, тамаша, жарайсыңдар. Тақтадағы жауаппен өз жауаптарыңызды сәйкестендіріңіздер. Қатты отын: кокос, тас көмір, шымтезек. Сұйық отын: керосин, бензин, соляр майы. Газ күйінде: метан, пропан. Тамаша, жарайсыздар. Екінші тапсырма. Суретте газдан уланған адам бейнеленген. Суретке назар аударамыз. Бұл қандай газ? Бұл газ қандай жағдайда бөлінеді? Процесс нәтижесінде түзілетін газдың реакция теңдеуін жазыңыз. Дәптерлеріңізге орындаймыз. Жақсы, тамаша, жарайсыздар. Жауаптарымызды сәйкестендіреміз. Бұл қандай газ? Отын. Бұл қандай газ? Көміртек моноксиді, тұншықтырғыш газ немесе иіс газы. Бұл газ қандай жағдайда бөлінеді?
оттек мөлшері жеткіліксіз болған жағдайда немесе отын шала жанған жағдайда бөлінеді. Процесс нәтижесінде түзілетін газдың реакция теңдеуін жазыңыз дейді. Жауабы: пентан газы жанады, иіс газы және су бөлінеді. 2С5H12 плюс 11O2 тең 10CO қосу 12H2O. Сәйкестендірдік. Тамаша, жарайсыздар. Келесі тапсырма: парниктік эффектінің пайда болуын көрсететін иллюстрацияны толықтырыңыз. Тақтадағы бейне баянға назар аударамыз. Парниктік әсер ретінде белгілі. Күн сәулесі жер атмосферасына енген соң, атмосфера арқылы өтіп, жер бетімен жұтылады. Сәулелердің біраз бөлігі қайтадан ғарышқа шағылады. Жоғалтқан және алынған энергиялардың тепе-теңдігі нәтижесінде жер шарында температура тұрақты болып қалады. Көміртек диоксидінің молекулалары жерден шыққан жылулық сәулелерді жұталады. Қазбалы отындарды көп мөлшерде жағу салдарынан атмосферада бұл газдың мөлшері ұлғайып, энергияның көп мөлшері жер атмосферасында қалып қоя береді. Көміртек диоксидінің жылу жұту қасиеті және оның атмосферадағы концентрациясының артуы жердің жылынуына алып келеді. Бұл процесте көміртек диоксиді жылу энергиясын парниктегі әйнек сияқты ұстап тұратындықтан, бұл құбылыс парниктік әсер деп аталады. Тапсырмаға назар аударамыз. Дәптерге орындаймыз. Иллюстрацияны толықтырамыз. Тамаша, жарайсыздар. Жауаптарыңызды сәйкестендіреміз. Бірінші, күн сәулесі мөлдір атмосфера арқылы өтеді. Екінші, оның көп бөлігі жер бетіне жерді жылыта отырып жұтылады. Үшінші, жылулық сәулелену жер бетіне шағылысады. Төртінші, күннің сәулеленуінің бір бөлігі жерге және атмосфераға шағылысады. Бесінші, инфрақызыл сәулелердің бір бөлігі атмосфера арқылы өтеді, ал қалған бөлігі жұтылып, барлық бағытта қайта жылыжай газ молекуласымен сәулеленеді. Жақсы, жарайсыздар. Тамаша. Үй тапсырмасы. Назарларыңызды тақтаға аударыңыздар. Үй тапсырмасы. Дәптерде орындаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.